Видеоға да келдік ал, кеттік ал. Қолымызда осындай бір тасымыз бар және мынандай бір ағашымыз бар. Осы екеуі арқылы біз жаймен дамитын боламыз. Так, мен енді раста новичокпын, профи ойыншы емеспін. Сол новичок болғаным үшін енді кешіріп қойыңыздар. Так, енді біз мына жақта мынандай бочкалар жарып ішінен керекті заттарымызды, өзімізге компоненттерімізді алатын боламыз ішінен. Так, мына жақта топливо бар екен, тағы не бар? Металлон бар екен. Так. Серверде адам көп болғаннан кейін ба, білмеймін, әйтеуір интернет жай қалып жатыр, или сервердің өзі болып жатыр ма. Сонымен кеттік. Ал мына жақта тағы да бір бочка бар екен. Осы бочкаларды жару арқылы ішіндегі темір терсектерін жинап аламыз да, потом барып өзімізге керекті нәрселерді құрастырамыз. Так, мен мына жақта по идее болды бәрі. Так, біздің енді кезек, охо, мына жақта не бар екен ғой? Бинокль бар екен. Ема. Охо, так. Әдемі. Мына конопляны алып алайық, өйткені бізге садақ жасағанға керек болады. Мына жақта тағы да бар екен. Бочка мощный. Біздің дамуымызға өте жақсы болып жатыр. Мына бочкалардың көп болғаны маған пайда. Қазір металломды алып алайын. Потом мына жақта тағы бірдеңе шықты, мынау не? Мынандай бірдеңе бар екен. Охо, мынандай бірдеңе бар. Әдемі. Так, енді біз ағашты барып рубить етейік. Қолымызда әзірше тас болғаннан кейін ағашты енді біраз уақыт болады енді рубить еткен. Но біздің ең басты миссия сол ағашты рубить етіп, мына жақтан потом барып жануарларға жем болып қалмай, потом барып смело ар жақтан нені там тастарды жарсақ, тастар, и потом барып осылай дами береміз да, потом үйді көтеріп аламыз. Сонымен әжептәуір нәрсе болайын деп тұр. Короче, мен мына жақта үйлерді көріп тұрмын. Елдердің үйлері өте әдемі соғылған, бірақ біз бұлардан да әдемі соғуға үміттенемін. Мен енді новичокпын, бағана айтқандай профи ойыншы емеспін. Қазір ема мынандай опасный моменттер болып қалады. Неге алдыңнан қабан шықпаса, сол жаманда қабанмен айырып жібереді да сені қабан. Так, мына жақта тас бар екен. Енді тас болғаны болса да адамдар болмаса болды да, адамдар болмаса тасты ала береміз смело тез. Өзінің ұратын жері бар, өйстіп ұратын жер белгілеп қояды қазір. Тез тасты жинап алайық. Айттым ғой, уже арттан біреу атып жатыр. Сол үшін абай болу керек. Так, мына жақта что-то ешкім көрінбейді. Достар, егер де видео ұнап жатса, арнаға тіркеліп, лайк басып, подписканы басып жіберейік. Тас жинап алайық. Қазір тастың өте қажеті бар негізі. Садаққа да барлығына. Там. Мына жерде тасты сындырып алсақ. Как раз жанымызда мына жақта ағаш тұр. Ағаштың мына бетіне тұрып аламыз. Өйткені ар жақтан кейін адамдар кеп қалса, жұлып айырып жіберуі мүмкін. Сол үшін айырмау үшін мына жаққа тығылып аламыз. Әйтпесе жаңа айтқандай садақпен, мылтықпен, тесікпен келіп те атып кетіп қалады. Аямайды бұл ойында неге соңыз жаман бұрын аямайтындары. Так, жаңа қабанды өлтіру керек педі, что-то қорқақ қабан екен, но бірақ қабандар жаман адамға шабуыл жасайды. Резко қапының бәрін алып тастайды. Вот, талды құлаттық. Мына кішкентай талды да алып тастайды. Өйткені ағаш бізге өте қажет. Соғып үй көтергенге, тағы да басқа нәрсе істегенге ағаш қажет болғандықтан біз аның барлығын сындыруымыз керек. Үйсіп асықпай үйге де жетіп аламыз. Так, достар, менің видео түсіргенім ұнап жатыр ма, сол туралы комментария жазып кетіңдер, және басқа да қандай ютуберлерді білесіңдер, солардың да аттарын жазып кетсеңдер, мен де біліп отырайын, кім рас түсіретінін, кім түсірмейтінін. Комментариядан жауап жазғандарыңды күтем, достар. 100% сенем сендердің қолдайтындарыңа. Так, мына ағашты өзімізге сындырып алып алайық. Так, азақ қалды, и болды әдемі. Так, қолымызда бинокль, осындай заттар бар. Там, мына жақта, руда жатыр, рудан алып кетейік. Ішін жатқан руда екен. Охо, қабан бар. Так, бізге ендігі кезекте там компоненттер жинап алу керек, кішкене, тағы бір 3-4-еуін, 4-5-еуін. Мына жаққа кіре алмайды екенбіз да, бір жаман.
так абай болу керек, алдымыздан аю шығып қалмаса, немесе жаңағы ататын адамдар шығып қалмаса. А так нормально былай. Серверде адам көп болғаннан кейін кішкене лагайт етіп жатыр, сол үшін айбетпендер достар. Так, металлом, так, бізге керекті заттар болса болды бұл жерде. Басқасы қажет емес. Все, хорошо, бәрін алдық. Ендігі кезекте, так, картаға бір үңіліп қойып, мен қаяқта жүрмін өз. Мына жаққа барадыр екен, маған примерно мына жер керек. Жүр ғой мына жақта. Так, қазір артынан барып өлтіріп көрейін. Өлтіре алам ба, жете алам ба, жете алмайым ба. Так, бергелі, братишка, бергел, қаяққа ашып баратсың. Может, жете алам, может, жете алмайым, көрейші, не істейді екен. Бар, басынан хедшотын бер жібермейін ба? Бір, екі, так, хедшотын бер жіберіп мұн. Нәсаған, бергел. Бергел, қаяққа ашып баратсың, жаман, ашып, оспен ұлт баратыр далға. Так, бәрі ұстап аламыз, ничего? Мен қолымда бір зат бар еді ғой. Так, оны аламайын, пока что. Мейлі наның артынан қуалап жетіп алайын, содан кейін сазайынын береміз. Таспен жіберіп ұрайын бәлі, мүмкін солай да болатын шығар, негізі жіберіп ұрған. Так, мына таңдап барып қашып баратыр, базар жоқ. Нәсаған. Так, қолымда енді менің мынандай не бар? Может, осымен жетіп қалатын шығармыз, может, быть, осымен жетіп қалуымыз мүмкін. Ана клан екен ғой, кландармен бар екен ғой. И дәл осы кезде мен оның досын көрем. Сөйтсем, досы тағы өзі бар екен, екеуі маған қатты жабылып, төбелесіп, қырылдым. Өшін бәрін істедім, білгенім бар ғой. Бірақ по-любому мені олар жеңіп тастады. Сонымен дос болай қары бер деп айттым, бірақ тыңдамай қойды. Так, аналарға ішім ашып кетті. Ема, екеуге біреу қалай әділетсіз ғой деп ойлап кетіп баратсам, алдымнан мына жақта біреу жүгіріп келе жатыр екен. Сөйтсем, ол маған дос болайық та дейді да, мен айтам да оған, мен өзім ақмықтымын, короче деймін да, кет жол деймін ғой. И сөйтіп кетіп қалам мен өз жолымен, потом кетіп баратырмын. Сөйтсем, алдымнан ана жақтан бір бұғы көрінбей ма? И бұғыны резко аулап, жаңағы ткань бәрін жинап алып, сонымен киім істеп өзіме жақсы дамайын деп ойласам, бұғы мені тастап қашып кетті, ар жаққа ұшып жүзбен кетіп қалды. И туннельге кірдім, амал жоқ енді, бір заттар тауып қалатын шығарым деп. Туннельге кірдім, короче, ішін бәрін қарадым, мына жақты қараймын, ана жақты қараймын, еш нәрсе таппаймын. Жаңа жерден нені тауып алдым негізі, жейтін заттар. И мына жаққа түсейін дедім де, желание болмады, сөйтіп төбеге көтеріліп кеттім. И төбеге көтерілсем, мына жақта бір комната алып кетіп, бұл жақта да еш нәрсе жоқ екен. Содан кейін енді не керек, амал нешік төбеге қайттан, төбеге қарай шықтым. Басқа вариант жоқ, астыда дым жоқ. Сонымен төбеге қарай шықсам, аяғым резко шалынып кетпей ма? И астыға қарай фук ете қаласың да. И потом фук етпеу үшін дұрыстап тұрып шығып, секіріп, аккуратно шығып кеттім. Сонымен, короче, кетіп бара жатсам, алдымда бір бочкаларды көрдім машинаның төбесінде. Потом осы бочкаларды жарып, потом барып ойладым. Ема ағаш жинасам, потом тас жинасам, сөйтіп, жаймен далып, мына жақтан металлом барлығын алып, барып анаяқтан металдарды істеп, там өте көп ойымда нелер болды, негізі пландар. Сол пландарымды енді жүзеге асыру керек деп өз-өзіме серт беріп, потом үй соғам, рейд жасайым деген ой болған. И резко түсіп жүгіріп баратсам, сол ойдың бәрін ойлап, алдынан біреу шықпай ма? И мен оны өлтірем, и жаймен артынан барайын десем, ол маған қарай ұшып келе жатыр екен. Сөйтіп тығып қалсам, Джексерін өлтіріп тастады ғой, ем-ай. Басын жару керек негізі.